Сәлеметсіздер ме, құрметті ағылшын тілін үйренушілер, оқушылар, студенттер. Бүгінгі біздің 6-шы сабағымыздың тақырыбы have және has. Оның айырмашылықтары туралы білетін боламыз. Кеттік. Have, has бұның аудармасы, яғни бұл көмекші етістік present simple, яғни осы шақтың көмекші етістіктері болып табылады. Have, hasдың аудармасы бар деген. Мысалы, қарасаңыздар, you, we, they деген көпше түрде зат есімдерде біз have деген көмекші етістікті қолданамыз. Мысалы, you have an iPhone. Сенде iPhone бар, немесе сіздерде iPhone бар. Ал енді has қай кезде қолданамыз? She, he, it. Яғни жекеше зат есімде үшінші шақта has дегенді қолданамыз. Яғни ода бар. Мысалы, қарасаңыздар, ода iPhone бар. She has an iPhone. Өте оңай. She, he, it дегенге has қолданамыз. You, we, they дегенге have қолданамыз.